Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қасиетті Құранда Аллах тағала: «Эй мүминдер, арақ, құмар, тігілген тастар, пұттар және бал ашатын оқтар лас шайтанның істерінен. Одан сақтаныңдар, құтыларсыңдар» дейді. Қазіргі таңда Алматы қалалық тұрақты орны жоқ адамдарға арналған әлеуметтік бейімдеу орталығы лық толы. 180 адамға арналған бұл орталық жылына 500-ге жуық адам қабылдайды. Және келушілердің саны жыл сайын 200 адамға көбейіп келеді. Неге деген сұраққа әр адамның өз тағдыры бар дегеннен басқа ешкім нақты жауап бере алмады. Сондай тәлкекті тағдырды бастан өткергендердің бірі 45 жастағы Марина Сырбайқызы. Өзі Аралда туып өскен. Бұл орталыққа екінші рет келіп отыр. Бұл ретте құжаттарын жасау үшін келіпті. Арақ ішпесек, кішкене деградированный адамдар болмасақ, мына жерге түспейтін едік, былай қарасаңыз. Ол шындық. Жалпы неге арақ іштіңіз? Күйіктен арақ ішкем, ойлағам, что нервыларымды успокоить етем деп болған ондай. Бірақ арақ ол жақсылыққа алып келмейді. Марина Сырбайқызының 24 жастағы бір ұлы бар. Ұлы да осы мекемеде уақытша тұрып жатыр. Бір ғана арманым, балам менің жолымды таңдамаса екен дейді Марина. Арақты ішпесін деп айтам, араққа жоламасын деп айтам. Администрацияда мына жерде арақты қойғызып жатыр адамдарға көбісіне. Сол бір жағынан риза болып жүрмін, мына жерде запрет араққа. Адамдар өз қалпына келіп жатыр да мына жерде арақты қойып. Сосын арақ болған кезінде адам деградироваться етіп қалады ғой. Көп уақыт өз-өзін адам деп есебіне салмайды да. Мал болып қалады ғой арақ, шынымен айтса. Мына жерде кішкене адам жөніне келіп жатырмыз бәріміз. Бірінші пиводан басталады, винодан басталады. Сосын арақ дейді, сосын похмелі басталады. Ол жағынан разговор жоқ. Жас кезімізде бәріміз содан бастаймыз ғой. Бірақ оның жақсылығы жоқ. Тұрақты орны жоқ адамдарға арналған әлеуметтік бейімдеу орталығында жатқан орта жастан асқан тағы бір апайымыз бізге бастан өткенін былай баяндады. Сол жылда күйеуім қайтыс болды, ағам қайтыс болды. Сол көтере алмадым. Не істеймін деп, қасымда ешкім болмады. Сосын не істеймін? Сол ең жеңіл ойлағанмын, арақ ішем деп. Сол араққа кеттім мен, арақ ішіп. Неше жыл болды, 10 жылда іштім мен арақ. Өте көп іштім. Шараптан бастадым, пиво іштім. Сосын күнде көп доза керек қой. Сосын арақ, спирт, арақ сол. Сосын бір кезде ойладым, бұл бәрін тастау керек. Бұл жақсылыққа келмейді. Бұлай қарап тұрасың даладан. Анау аяғы үсті, мынау қол үсті. Мен сондай етпеймін, қаламаймын. Сол адамның қатарына кіру керек деп. Сол үшін бірінші арақты тастадым.